Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы кітапхана қорына келіп түскен жаңа кітаптар топтамасымен таныстыруды одан әрі жалғастырады. Бұл еңбекте түркі халықтардың ортақ әдеби жәдігері Қорқыт Ата кітабын Дрезден қолжазбасының транскрипциясы, қазақша жаңашаланған мәтіні, сөздігі Қазақстанда тұңғыш рет жарияланып отыр. Кітап филолог ғалымдарға, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған. Бұл кітапта адамзат танымының тарихында қызу талқыланған адамгершілік ұғымының мән-мазмұны мен төркін тегі Аристотель, Платин, Аль-Фараби, Ибн Сина еңбектері негізінде айқындалған. Адамгершіліктің ең бірісі қайырымдылық пен жан денсаулығы, ең әрісі игілік пен бақыт екенін түйінділген. Кітап жоғары оқу орны шәкірттері мен талапты жастарға және көзі қарақты оқырман қауымға арналған. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі түрколог ғалым, филология ғылымдарының докторы профессор Мырзатай Жолдасбековтың бұл кітабына 50 жыл бойғы жүйелі зерттеулердің нәтижесінде жазылған ұлы дала әдебиетін көне дәуірдегі арғы тегімен даму кезіндері кейіннен кемелденген жауһар мұра ретінде жаһанға танылып, жанрлық түрлері байып, жаңа заманға ұласқан сөз өнеріміздің алуан қырлы дәстүр сабақтастығы туралы іргелі еңбектері енгізілді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.